әлеуметтік көмек тарату сол жұмыстар болғаннан кейін Сұңқарда көмек сауапты іс болғандықтан, қайырымдылықпен айналысу жағы болғандықтан Сүт кеңесі тахана өмірімен тығыз байланысты болып табылады. Алтын сапап интеллектуалды пікірсайыс клуб. Сенат — это я, Сенат — это мы, Сенат — это лучшие студенты страны. Жас отан ұйымы Ғалымдарды дамытатын ұйым ашар едім, өйткені біздің Казгудың мүмкіндіктері өте мол ғой, шетелге шығатын бір өте жақсы ұйым ашар едім. Көркем сөз оқитын, көркем сөз шеберлерінің ұйымын ашар едім. Ешқандай ұйым ашпас едім, себебі Казнуда барлық ұйымдар қамтылған, барлық ұйымдар бар. Жоқ, ондай ұйым ашады деген ойым жоқ. Өзім Сұңқар ұйым маған ұнайды. Әдеби бағытта келетін болсақ, бізде көкжиек, ұшқын деген сияқты клубтар бар, бірақ оны көбісі біліп жатпайды. Негізінде ұйымдарды дамыту керек деп ойлаймын. Егер мен қолымда мүмкіндік болатын болса, мен өнермен байланысты өнер жағын дамытатын ұйым ашатын едім. Мен ойымша ешқандай жаңадан ұйым ашу керек емес, себебі біздің Қазуда барлық жағынан жан-жақты бар және оларды ары қарай дамытып көтерсек жеткіп жатыр. журналистика факультетін шындықпен емес, техникамен сол арқылы дамытатын сол секілді бір ұйымды ұсынар едім. Фото әлемге байланысты сондай фотография деген сияқты ұйым қосар едім. Фотографияға, операторлық нелерге қызығатын студенттерді дайындап, үйретіп. Ұйым мүшелеріне мемлекеттен қаражат бөлінуі тиіс деп есептеймін. Себебі олар студенттік өмірлерінде белсенді болып жүргенде, олар мысалы ақы алса, белсенділігі арта түсер еді, оларға мотивация болар еді бір жағынан. Ұйым турайымнан көріп жүрмін, оның көптеген уақыты жиналыстарға кетеді. Оған одан да биік міндеттер атқаратын кісілер оған ұрсады. Сондықтан да меніңше не алу керек сияқты айлық. Иә, бөліну керек деп ойлаймын, өйткені ол студенттерге қаншама көмектесіп жатыр. Иә, себебі олар оған лайықты іс жасап жатыр деп ойлаймын, сондай қаражат көлемін бөлу үшін. Ұйым басшыларына әрине бөлетін едім, себебі әр ұйымның өзінің ерекшелігі бар және әр ұйымның осы біздің университетімізге атқарып жатқан өзіндік үлесі бар. Егер қолымда сондай күш-қуат болса, ұйым мүшелеріне, ең белсенділеріне және де төрағайымдарына бөлер едім. Мен билігім болса, егер көбіне дебатерларға ақша бөлінбейді, яғни жолға байланысты қаражатты көбіне өздерінің қалталарынан шығарып жатады жарыстарға. Сол нәрсені реттеуге болар еді, спонсор ретінде. Иә, әрине, ол енді істелінген жұмысқа байланысты. Ауыр жұмыс болса, креативті болса, неге төлемейсіз сізге? Менің қолымда қаражат болса, әрине бөлер едім. Ұйым басшысы өте үлкен жауапкершілікті сезінетін болғандықтан, оларға қаржы беруді дұрыс деп санаймын. Әрине, мысалға қаржыны көбірек керек ететін ұйымдар бар. Мысалға көмекті айтсақ болады, сондай проектілер ұйымдастырады, оған ақшалай сыйлық керек болады да. Олар мысалға спонсор іздеп, ары бері сандалып кетеді. Мен сондайларға көмектесерін деп айтамын.